Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Қазір мен сіздерге YouTube канал ашуды, YouTube аккаунт ашуды және онымен қалай жұмыс жасауды үйрететін боламын. Келесі бейнеге назар аударуыңызды сұраймын. YouTube'ға кіреміз. Кірген кезде осындай ұяш шығады. Өзіміздің байланыс телефонымыздың нөмірін егіземіз. Кейін барып создать аккаунт дейсіздер. Осындай шығады. Тек қана өзіңіз үшін для себені басамыз. Кейін барып бұл жерге аты жөндерін жазасыздар. Мысалы, Ақжол Абибуллаев Талем басасыздар. Туған күндеріңізді енгізесіздер. Август 1992 мужской келеді. Кейін барып мынандай менде екеуі бар, бірақ мен қазір жаңадан құрамын. Міне, создать собственный адрес gmail.com. Кез келген мысалы Абибуллаев. Міне, Абибуллаевты жазып қойды. Далее. Мынандай кейде шығуы мүмкін, мынандай канал бар деп. Бірақ енді басқаша қыласыз, мысалы көресіздер енді өзіңіз. Кез келген пароль істеңіздер өзіңізге оңай болсын. Ұмытып қалмайтын сан болу керек. Міне құрылды. Кейін барып пропуститті баса бересіз. Сіздің каналыңыз уже құрылды. Енді YouTube канал аштық. Енді бұнымен біз жұмыс жасайтын боламыз. Тұрақты канал ашылғасын. Бізде интернет желісінде екі дүкен бар. App Store, Play Market. Бұл App Store бұл тек қана iOS, яғни iPhone құрылғысын сайтын адамдарға арналған. Play Market ол Samsung, Huawei дейтін соткалар бар ғой, соларға арналған. Енді осы екі дүкенде де тегін бізде приложение бар, бағдарлама бар. Ол VN деп айтылады. Өте жеңіл бағдарлама. Қазір менің құрылғым қазір Samsung. Осының ішінде VN программасын қолданатын боламын. Қазір сабақта сіздерге монтаж жасау беруден. Ендеше кеттік. Енді VN программасын ашамыз. Манаға түсірген өздеріңіздің видеоларыңызды VN программасын ашып аласыздар. Аштық. Енді сол жерге 1001 мақал 101 жұмбақ сайысына бірінші сол сайыстың атауын жазамыз. 1001 мақал 101 жұмбақ. Өздеріңіз білесіздер, сіздің сайыстың кез келген сайыстың атауын жазып қойасыздар. Енді көркемдеу, әсемдеу үшін мысалы бұл жерге енді өздеріңіз қарайсыздар. Кез келген бұл жерге өзіңізге ұнайтын түсті таңдап алып, сол бойынша кез келген шрифтті қоясыздар. Кейін барып шрифттің атын созамыз. Себебі жарыстың аяғына дейін осы жазулар тұру керек. Сосын барып әуен қосуға болады, музыка қосуға болады. VN программасын ашасыздар, кейін звук деген таңдайсыз. Кез келген мысалы күй болсын, өзіңіз ұнайтын ән болсын, сабаққа қатысты музыкалар болсын, соны қосып қоюға болады. Мысалы қараңыздар, қазір күй қосып қойын. Қазір добавить басамын. Басам, кейін барып жүріп көресіздер. Мынандай қателіктер кездесуі мүмкін. Мына музыка ойнап отқан кезде видеоның дауыстары шығып кетуі мүмкін. Сол кезде видеоның дауыстарын барлығын бірден өшіріп тастауға болады. Басса таңдайсыз.
көрдіңіздер ғой. Енді мына видеоларды қысқартасыздар, қысқартуға да болады. Мысалы сізге тек қана осы жер керек болса, үстін басасыздар, кейін барып міне разделить, мына керегіңіз дәл сол міне кейін сохранить басасыздар, кейін барып қайтадан таңдайсыздар, экспортқа жібересіздер. Экспортқа кеткен видео дәл сол күйінде сіздің галереяңызға сақталады. Кейін дәл соны YouTube каналға жүктейміз. Көрсетеміз сізге. Қосу батырмасын басасыздар, загрузить видео. Манағы біздің жасаған видеомыз бар ғой, соны таңдайсыздар. Міне тұр. 1001 мақал, 101 жұмбақ. Кейін барып далее басасыздар. Кейін астына жазып қоясыздар. 1001 мақал. Салаңыздың атын жазып қоюға да болады. Өзіңіз қарайсыздар. Таңдайсыздар. Кейін тағы далее дейсіздер. Міне загрузить, екеуінде таңдама, видео для детей, видео для не для детей, оны таңдамай қойсаңыз да болады. Загрузить видео дейсіз. Кейін барып біз сіздің видеоңыздың толық жүктелгенін күтесіздер YouTube'ға. Қазір міне YouTube каналға біздің видеомыз жүктелді. Соған кіресіздер. Қазір ашылады. Міне кіргеннен кейін яғни поделицаны басасыздар. Кейін барып копировать басқаннан кейін барып жаңағыдай WhatsAppқа кіресіздер. WhatsAppқа кіріп өзіңізді мына статусқа қойып қойсаңыз болады. Статусқа келіп тіркелсеңіз болады. Кейін барып немесе жаңа группа чаттарға бөліссеңіз болады. Бөлісіп өздеріңіздің әріптестеріңізге, оқушыларыңызға жіберсеңіздер болады. Видео сіздерге енді пайдалы болып ойлаймын. Пайдалы болса лайк басып, астына комментарий жазып, біздің арнаның дамуына үлес қосыңыздар.